Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда математика 1-ші сыныптың 56-шы сабағы. Тақырыбы геометриялық фигураларды өлшеу. Бірінші тапсырма. Біздің қалада аттракциондар саябағы бар. Сырым саябаққа барып келді. Ол аппликация жасады. Сырым қандай геометриялық фигураларды пайдаланды? Балалар, төмендегі суретке мұқият назар салып қараңдар. Төмендегі суретте Сырым әртүрлі геометриялық фигуралардан үй, яғни замок құрастырған екен. Сырым тік төртбұрыш, үшбұрыш және шаршыдан әртүрлі аппликациялар құрастырған. Және олардың әрқайсысын түрлі түсті қағаздан қиып жасаған. Енді балалар, төмендегі тапсырманы орындаймыз. Сырым қағаздан фигуралар қиды. Кесінділердің немесе фигуралардың қабырғаларының ұзындықтарын қалай өлшейтінін айт. Фигуралардың қабырғаларын өлше. Тік төртбұрыштардың қабырғаларының ұзындығын салыстыр дейді. Балалар, төмендегі берілген барлық фигураларды сызғыштың көмегімен өлшейміз. Балалар, бірінші бізде қызыл түсті үшбұрыштың барлық қабырғалары 2 см екен. Балалар, келесі бізде көк түсті тік төртбұрыштың фигурасы тұр. Бұл фигураның ұзындығы 4 см, ал ені 1 см екен. Тік төртбұрыштың барлық қарама-қарсы қабырғалары тең болады. Балалар, келесі фигура бізде қызыл шаршы. Балалар, қызыл шаршының барлық қабырғалары 2 см. Келесі бізде жасыл түсті тік төртбұрыштың фигурасы берілген. Бұл жасыл түсті тік төртбұрыштың қабырғалары 3 және 2 см. Келесі екінші есеп. Тапсырманы орында. А нұсқасы. Жолақтардың ұзындығын өлше. Олардың ұзындықтарының қосындысын есепте дейді. Балалар, біз төмендегі берілген түрлі түсті жолақтардың ұзындығын білуіміз үшін олардың әрқайсысын сызғышпен өлшеп шығамыз. Балалар, бізге бірінші қызыл түсті жолақ берілген екен. Оның ұзындығы 5 см. Келесі жасыл түсті жолақтың ұзындығы 4 см. Енді қызыл түсті жолақтың астында бізде күлгін түсті жолақ тұр, оның ұзындығы 3 см. Ал соңғы бізде көгілдір түсті жолақ 6 см. Енді осылардың барлығының қосындысын есептейік. 5 см-ге 3 см-ді қосқанда 8 см болады. 4 см мен 6 см-ді қосқанда қосындының мәні 10 см болады. Ал енді осылардың барлығын, яғни 8 см-ді 10 см-ге қоссақ, барлығы 18 см болады. Яғни бұл жерде барлық жолақтың ұзындықтарын бір-біріне қосқанымызда 18 см шығып тұр. Келесі Ә нұсқасы. Қандай ұзындықтағы жолақ қалды? Есепте. Төменде күлгін түсті жолақ берілген. Оның астында 60 см деп жазылып тұр. Яғни бұл жолақтың барлық ұзындығы 60 см дегенді білдіреді. Енді осы жерден 60 см-ден 20 см-ді қиып алып тастады. Сонда бізде жолақтың қанша сантиметр қалғанын білуіміз керек. Оны білуіміз үшін біз 60 см-ден 20 см-ді азайтамыз. Сонда 40 см қалады. Келесі үшінші есеп өзіндік жұмыс. Кесінділерді өлше. Олардың ұзындығын салыстыр дейді. Төменде бізде жасыл түсті және көк түсті кесінділер берілген. Балалар, берілген кесінділердің ұзындығын салыстырмас бұрын, олардың әрқайсының ұзындығын сызғышпен өлшеп алуымыз қажет. Жасыл кесінді 6 см, ал көк кесінді 4 см болды. Енді екі кесіндінің, яғни жасыл кесінді мен көк кесіндінің ұзындықтарын салыстырамыз. Балалар, кәнеке айтыңдаршы, 6 см көп пе, жоқ 4 см көп пе? Өте дұрыс айтасыңдар, 6 см көп 4 см-ден. Мінеке балалар, кесінділердің ұзындығын осылай салыстырып жазамыз. Келесі төртінші есеп. Егер екі жолақтың ұзындығын қоссақ, қандай ұзындық шығады? Балалар, төменде әртүрлі түсті жолақтар қосылған екен. Енді берілген екі түрлі түсті жолақтардың ұзындығын қосып шығайық. Қызыл түсті жолақ 1 дециметр, көк түсті жолақ 5 дециметр, яғни 1 дециметрге 5 дециметрді қосамыз. Тең болады 6 дециметр. Енді төменде бізде оранжевый дейміз, жолақтың ұзындығы 2 дециметр, оған қосамыз. Қызыл түсті жолақтың ұзындығы 1 дециметр, яғни 2 дециметрге 1 дециметрді қосқан кезде 3 дециметр болады. Келесі ұзындығы 5 дециметр көк жолақ пен
ұзындығы 2 дециметр оранжевый жолақты қосқан кезде бізде 7 дециметр шығады. Және ең соңғы төмендегі ұзындығы 9 дециметр болатын жасыл жолақ пен ұзындығы 1 дециметр болатын қызыл жолақты қосқан кезде барлығы 10 дециметр шығады. Келесі 5-ші есеп. Сен зерттеушісің. 6 айырмашылығын тап дейді. Балалар, төмендегі суретке мұқият назар салып қараңдар. 2 бірдей сурет берілген, бірақ олардың ішінде айырмашылықтары бар екен. Ендеше соларды бәрін бірге іздеп тауып көрейік. Бірінші айырмашылық ол суреттердегі ағаштарда. Олардың жасыл жапырақтарының түстері әртүрлі. Ал екінші айырмашылық бұл ағаштың екінші жартысында качеля бар, ал екінші суретте ондай качеля жоқ. Келесі үшінші айырмашылығымыз бұл бізде сырғанап түсетін горканың қызыл жағы. Бірінші суретте ол жоқ, ал екінші суретте ол бар екен. Келесі төртінші айырмашылық ол балалардың әкесінде бірінші суретте ол шалбар киген, ал екінші суретте ол шорты киген. Келесі бесінші айырмашылық бұл бірінші суретте анасында сөмке жоқ, ал екінші суретте анасының қолында сөмке бар. Суреттегі соңғы алтыншы айырмашылық бұл қыз баланың бірінші суретте шашы ұзындау, ал екінші суретте қыз баланың шашы қысқа екен. Мінеки балалар, біз екі суреттегі 6 айырмашылықты осылай тауып алдық. Балалар, бүгінгі тапсырмалардың барлығы сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Соңына дейін назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Сабақ ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше.